Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Қонысбекқызы, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 9-шы сынып химия 41-ші параграфтың тақырыбының астындағы таптырмаларды, яғни есептерді орындайтын боламыз. Екінші таптырмадан бастаймыз. H3PO4 пен HNO3-тың айырмашылығында Вен диаграммасын сызыңдар дейді. Яғни H3PO4 3 негізді қышқыл, HNO3 1 негізді қышқыл. Ең басты айырмашылығы осы болып саналады. Келесі екінші таптырмада, үшінші таптырма келесі айналымдарды жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазыңдар дейді. Бізге осындай Адағы реакциялардың бәрі берілген. Яғни P2O5-ке су қосамыз, H3PO4-ке натрий гидроксидін қосқанда натрий фосфаты және су, натрий фосфатына кальций карбонатын қосқанда кальций фосфаты және натрий карбонаты шығады. Кальций H2PO4 кальций фосфатына күкірт қышқылын қосқанда кальций сульфаты және фосфор қышқылы шығады. Фосфор қышқылына мырыш хлоридін қосқанда мырыш фосфаты және H хлор шығады. H3PO4-ті негізінде фосфор қышқылы деп айтады, кейбір есептерде орта фосфор қышқылы деп айтады. Келесі әде фосфорға кальций қосамыз, яғни кальций фосфиді шығады. Оған су қосамыз, кальций гидроксиді және фосфин шығады, PH3 деген фосфин. Оған су қосқанда фосфор оксиді және H2 газ бөлінеді. P2O5-ке натрий гидроксидін қосқанда натрий H2PO4 натрий фосфаты, натрий фосфатына аргентум NO3 қосқанда аргентум фосфаты тұнбаға түседі, натрий нитраты бөлініп шығады. Келесі басында кальций фосфатына көміртек және құмды қосамыз, силициум 12, кальций силикаты, фосфор және көміртек оксиді шығады. Фосфорға хлор қосқанда P-хлор 5, P-хлор 5-ке су қосамыз, H-хлор, H3PO4 бөлінеді. H3PO4-ке калий гидроксидін қосамыз, калий фосфаты, су бөлінеді. Калий фосфатына темір хлоридін қосқанда калий хлориді және темір фосфаты тұнбаға түзіледі екен. Төртінші таптырма фосфор қышқылы қандай тұздар түзеді және олардың судағы ерігіштігі қандай дейді. Ерігіштігі бізде литийден басқа сілтілік металдардың және аммоний фосфаттары суда ериді, ал қалған фосфаттар, мысалы кальций фосфаты, олар суда ерімейді. Орта фосфор қышқылы негізі 3 түрлі тұз түзіледі. Келесі таптырма бізде 5-ші таптырма. Орта және қышқыл фосфаттардың гидролизінде қандай айырмашылық бар дейді. Қышқыл фосфаттар суда жақсы ериді, орта фосфаттардың көпшілігі суда ерімейді. Бірінші есеп. Массасы 19,6 грамм фосфор қышқылы бар ерітіндіге натрий гидроксидінің артық мөлшерімен әсер етті. Түзілген тұздың массасын анықтаңдар және реакцияға түскен натрий гидроксидінің массасын анықтаңдар дейді. Яғни натрий фосфаты және натрий гидроксидінің массасын табу керек. Ең алдымен берілгенін жазамыз. Яғни тұздың массасы мен натрий гидроксидінің массасын табу қажет. Реакция теңдеуін құрастырамыз. Натрий OH-қа фосфор қышқылын қосамыз. Нәтижесінде натрий фосфаты қосылған су бөлінеді. Реакцияны теңестіріп, белгісіз затымызды X, Y деп белгілеп аламыз. Натрий OH-тың мр 120 грамм, H3PO4-ке 98 грамм шығады. Натрий H2PO4-тың мр 164 грамм, енді пропорция құру үшін 196-ны 19,6-ны 164-ке көбейтіп 98-ге бөлеміз, 38-де 8 грамм шығады. Y-ті табу үшін 19,6-ны 120-ға көбейтіп 98 граммға бөлеміз, сол кезде 24 грамм шығады. Яғни есептің жауабы натрий фосфаты натрий H2PO4 32-де 8 грамм, натрий OH-тың массасы 24 грамм, яғни натрий гидроксиді деп аталады. Келесі таптырма, екінші есеп.
Келесі бізде екінші степ, массасы 24,8 грамм фосфор толық жанғанда түзілген өнімді 200 см куб сода ертті. Алынған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеңіздер дейді. Жауабы бізде 11,5% шығу қажет. Берілген жазып аламыз. Фосфор 24,8 грамм, судыкі 200 см куб, оны граммға айналдырсақ 200 грамм болады. Яғни еріген заттың массалық үлесін табу қажет. Фосфорға оттек қосып, фосфор оксидін аламыз. Фосфор оксидін x грамм деп белгілеп, не берілген кітап бойынша төбесіне жазамыз. 24,8 грамм, 31 төртке көбейтеміз, 124 грамм. P2O5-тің мрі 284 шығады. X-ті табу үшін 24,8-ді 284-ке көбейтіп, 124-ке бөлеміз. Яғни 56,8 грамм шығады. Бұл бізде P2O5. Әрі қарай 56,8-ді 2-ге бөлеміз, яғни 2 мольге 28-де 4 грамм шығады. Әрі қарай фосфор оксидіне су қосамыз, нәтижесінде H3PO4 шығады. 28-де 4 граммды фосфор оксидін жазамыз. 142 мрі, 200 минус x деп аламыз судың төбесіне, астыңғы бөлігіне 54 грамм, y деп табатын затымызды y деп белгілеп аламыз. 28-де 4-ті 54-ке көбейтіп 142-ке бөлеміз, 10,8 грамм шығады. 200 граммнан 10,8 граммды, бастапқыдағы 200 граммнан 10,8 граммды азатқанда 189,2 грамм шығады. Y-ті табу үшін 28-де 4-ті 196-ға көбейтіп 142 граммға бөлеміз, нәтижесінде 39,2 грамм шығады. Массалық үлесін табу үшін еріген затты ерітіндіге бөліп 100%-ға көбейтеміз, яғни бізде еріген затымыз 28-де 4 грамм. Ары қарай ерітіндіні табу үшін бізде 189,2-ні қосамыз 39,2-ге, яғни ерітінді дайындап алу керекпіз, сосын 100%-ға көбейтеміз. Бөліп 100%-ға көбейтеміз, нәтижесінде 12% шығады. Біздегі еріген затымыз H3PO4, яғни H3PO4-тің массалық үлесі 11,5%, немесе 12% деп алсақ болады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта видеолар ең алғашқы сіздерге көрінетін болады, және қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен Айғаным Қонысбекқызы.